Сәлем достар, қалайсыңдар? Еселік және бөлгіш тақырыбына қош келдіңдер. Еселік дегеніміз не? Еселік деген өзі қарапайым мына есе деген сөзден шыққан, яғни біз білеміз ғой, 2 есе, 3 есе дегенде, яғни 2 есе көбейтті, 3 есе көбейтті, немесе 6 есе азайды деген сияқты. Демек, мысалы қарапайым мысал келтірсек, 2 деген сан болсын, ең оңайы 2 деген сан. Осы 2 деген санға қандай еселіктер табуға болады? Яғни еселік деген, мысалы 2-ні 1 есе көбейтейік. 1 есе көбейту деген сөз ол 2 көбейту 1, яғни 2-нің өзі. Демек 2 2-ге еселік бола алады. Ең кішкентай түрі. Енді 2-ні 2 еселейік. Онда неше болады? 4 болады. Демек 4-те 2-нің еселігі. 2-ні 3 еселейік. 6. 6-да 2-нің еселігі. 2-ні 4 еселейік. 8. Демек 8-де 2-нің еселігі. 2-ні 5 есе көбейтейік. 10. Демек 10-да 2-нің еселігі болады. Дәл осылай кете береді. Қайда кете береді? Шексіздікке дейін кете береді. Ал бірақ ең кішкентай деп сұраса, 2-нің ең кішкентай еселігі ол 2-нің өзі. Демек 2-ні 1-ге көбейткен кезде 2 шығады. Және тағы да бір айта кететін нәрсе, байқасаңыздар, мына әр еселігіміз осы 2-ге бөлінетін болып тұр. 10-да, 8-да, 6-да, 4-те, 2-де 2-ге бөлінеді. Қалдықсыз әдемі бөлінеді. Жақсы. Мысалы, айталық, сан бізде 3 деген сан. Енді 3-тің еселіктері. Дәл жаңағыдай еселік дегеніміз 3-ті мысалы 1 еселейік. 1 еселеу деген сөз осы 3 көбейту 1, яғни 3-тің өзі. Одан кейін 3-ті 2 еселейік. 6. Одан кейін 3-ті 3 еселейік. 9. 4 еселейік. 12. 5 еселейік. 15. Демек, мына сандардың барлығы біздің 3-іміздің еселігі болып табылады. Бұл да шексіздікке қарай кете береді. Жақсы. Бұнда да байқасаңыздар, әр мына еселік 15, 12 болсын, 9, 6, 3, мына біздің қатысып тұрған 3-імізге бөлінеді екен. Бұны да ұмытпай есімізде сақтаған жөн. Және бұл жерде де 3-тің ең кіші еселігі қандай десе, минимал ол мына 3-тің өзі болады. Себебі 3-ті 1-ге көбейтсең 3. Жақсы. Енді бөлгіш дегеніміз не? Бөлгішті қарастырайық. Бөлгішті қарастырмас бұрын мен сіздерге үй жұмысын беріп кетейін бірден. Мына жерде сендер 4 деген санмен және 7 санының еселіктерін тізіп жазыңдар. Комментарийға бізге қосып қойыңдар. Келесі, бөлгіш. Бөлгіш деген өзі айтып тұрғандай, мына кәдімгі қарапайым бөл деген сөзден шығады. Бөл деген. Кешірім сұраймын. Не алып кеттім мұнда? Оны алып тастайық. Алып тастайық 0%. Жақсы. Бөл деген сөзден шыққан, бөл. Бөл деген сөзден шыққан. Яғни санды нешеге бөлуге болады деген сөз. Қарапайым мысалмен келтірейік түсіну үшін. Айтайық бұл жерде жаңағы 4 деген сан болсын. 4 деген санның бөлгіштері. Яғни 4-ті нешеге бөлуге болады деген сөз қарапайым. Мысалы мен білем, 4-ті ең бірінші 1-ге бөлуге болады. 1-ге бөлуге болады. 4-ті 1-ге бөлсем неше? 4. Бірден оның жұбын жазып кетем. Жақсы. 4-ті мысалы 2-ге бөлуге болады. 2-ге бөлсең 2, оның жұбы. Яғни мынау біздің 2-ні қайталап мысалы жазбасақ та болады. 1, 2 және 4 санының бөлгіштері болып табылады. Сонда бұл жерде ең кішкентай қайсысы? Ең кішкентай 1, ал 4-тің ең үлкен бөлгіші бізде 4-ке тең. Дұрыс па? Жақсы. Әрі қарай мысалы айтайық 12 деген сан болсын. 12 деген керемет сан. Мысалы 1-ге бөлінеді.
иә? 12-ні 1-ге бөлсек неше? 12-нің өзі. Демек, 12 деп бірден оның жұбын жазып қоямын. Одан кейін 2-ге бөліне ма? Бөлінеді. 2-ге бөлсек 6. Одан кейін 3-ге бөліне ма? Бөлінеді. 3-ге бөлсек 4. Яғни осылай барлық бөлгіштерін жазғаннан кейін біз айта аламыз, ең үлкен бөлгіші 12-нің, ол 12-нің өзі. Себебі 12-ні 12-ден артық санға бөле алмаймыз, дұрыс па? Ал ең кішкентай ол 1. Және осындай оның тағы да арасында бөлгіштер бар. Жақсы, егер түсінікті болса, бұған да мен сіздерге бір тапсырма берейін. Сендер 20 деген санның бөлгіштерін тізіп жазыңдар, және 32 деген санның бөлгіштерін жазып, бізге комментарийға қосыңыздар. Шайлай қанша қойдың сан? Жоқ. Я уже с утра в автобусе еще говорю. Короче, смотри, вот это свободно сидят, да, вот так, да? Вот это 2 свободно, да? Вот так с этого давай, автобус вот так. Это 2 свободно, да? И вот и свободно. Женщина заходит, короче, Наташка. И она обращается к той девушке, которая вот так сидит, да? Она сказала, я не могу, да, короче. Че, уступить? Да. Укачивайте, да? Давай, начинай, давай. Невоспитанная, хорошо, мало жауап береді, қазақсың ба, там, фамилия кім, давай, учитель. Женщина, успокойтесь,